28. Ғарышта не бар? Сабақта. Галактика, астероид, комета туралы білесің. Ғарыш денелерінің жер тіршілігіне әсерін түсінесің. Құс жолын бақыла. Негеш пен Эврика түнгі аспанды бақылады. Олар не көрді деп ойлайсың? Аспанды түнде бақылап көрдің бе? Түнгі аспаннан байқағаныңды әңгімелеп бер. Ұқсастығын ата. Суреттердің көмегімен галактикамызды сипатта. Галактиканың ортасында не бар? Күн жүйесі ғаламшарлары неліктен өз орбитасынан шығып кетпей? Оларға қандай күш әсер етеді? Мәтін. Түнгі аспанда ақшыл жолақ болып көрінетін жұлдыздың бәрі біздің галактикамыз құс жолы. Ол шамамен 100 миллиард жұлдыздан, шаң тозаң мен газдардан, магниттік өрістен, ғарыш денелері мен ғарыш сәулелерінен тұрады. Біздің галактикамыз спиральді галактика, оның пішіні диск тәрізді. Құс жолы галактикасын күн жүйесі сияқты көптеген жұлдыз жүйелері құрайды. Кометаны сипатта. Комета туралы білетініңді әңгімелеп айт. Сызба бойынша кометаның құрылысын сипатта. Жер шары үшін кометаның құйрығы қауіпті ме? Қалай ойлайсың? Сызбадағы атаулар құйрық, бас, ядро, кома. Модель жаса, астероидтар белдеуінің моделін жаса. Пайымда. Веста ең ірі астероид. Оны жай көзбен көруге болады. Астероид жарық шығармаса, біз оны қалай көреміз деп ойлайсың? Негізгі мәтін. Күн жүйесінің кіші денелеріне комета, астероид, ергежейлі ғаламшар және метеороидтар жатады. Астероид күнді өз орбитасымен айналып жүретін тас немесе металл дене. Олардың көбі Марс пен Юпитер арасындағы астероидтар белдеуінде орналасқан. Диаметрі 10 километрден асатын астероидпен соқтығысу жер үшін қауіпті болуы мүмкін. Комета мұз болып қатқан газ, шаң тозаң, тастан тұратын аспан денесі. Ол созыңқы эллипс тәрізді орбита бойымен күнге жақындағанда мұз еріп, буланып, ядросы айналасында газ бен шаңнан тұратын бұлт кома түзіледі. Содан кометаның құйрығы пайда болады. Күнге жақындаған сайын оның құйрығы жарқырап, аспанда көріне бастайды. Ергежейлі ғаламшарлар, Плутон тәрізді тым кіші ғаламшарлар. Метеороидтар ғарыштағы ұсақ тас немесе металл бөлшектер. Олар атмосфераға кіріп, жанғанда бізге аққан жұлдыз, яғни метеор түрінде көрінеді. Жер бетіне құлаған метеороидті метеорит деп атайды. Сен білесің бе? Ақтөбе облысындағы Жаманшин кратері шамамен 1 миллион жыл бұрын метеориттің құлауынан пайда болған. Кратердің ені 700 метрдей болады. Есте сақта. Біздің галактикамыз құс жолы деп аталады.